Зайкүлдің сөзінен бе, қыздардың күлкісінен бе, күннің ыстығынан ба, әлде шынында да Меңтайдың заттарына қолым тиген соң елжіреп есеңгіредім бе, әйтеуір маңдайым өне бойым жібісіп, лезде арқамды тер жауып кетті. Қалың солдат гимнастеркасы оны сырт көзге көрсетпегеніммен, соған ерегесіп қасақана қыздар көрсін дегендей, екі самайымнан жарыса домалаған қос моншақ еңкейіп жұмыс істеп жатқан менің мұрныма қарай жылжыды. Мұны қыздар көрмесе екен деп мөңкейтіп, асаудай мойнымды ішіме алып одан сайын бұға түстім. Дес берісі осы сәтте біреу дүбірлете жүгіртіп келіп, сартылдата бөлменің есігін қақты да, жұрттың бәрінің назары солай қарай ауды. Ол түнде қаладағы жақындарының үйіне қонып, қыздарды шығарып сала алмай қалып қойдым ба деп желпеңдеп келген Жомартбек екен. Қыздар жапырлысы болған бұрылып кеткенде, мен ұрланып, гимнастеркамның жеңімен екі самайымды, маңдайымды сүрттім. Содан соң жүк қаптың екі жақ басын буып, тығыздап белбеуін тарттым. Қыздардың кейбіреуі қолдарына бір-бір бума ұстап, буылған жүкті мен, чемоданды Жомартбек көтеріп, әзіл күлкімен жатақхананың дәлізін басымызға көтеріп көшеге шықтық. Есік алдында Жомартбек екі қолыма тең болсын деп, мен көтеріп келе жатқан жүкке ұмсынып еді, Қанипа қолын қылыштай сермеп қалды. Жоқ болмайды, мұны тек Ербол ғана алып жүруі керек. Неге, деді Жомартбек апалақтап. Себебі бар, солай ғой Зайкүл. Солай деп Зайкүл Жомартбек екеуміздің ортамызға кемеліп кіріп арамызды алшақтатып жіберді. Ерігіп келе жатқан жұртқа бұл да езу жидырмас күлкі болды. Қойшы не керек, аттап басқанымыз әзіл, қидеткен қимылымыз күлкі болып, жатақхана жанынан өтетін трамвай жолына жеттік. Николь шіркеуінің төбіндегі көк базардың басынан, базардан шыққан жұртпен таласа тармаса, екінші трамвайға отырып, оның ішін және күлкіге толтырып, екінші Алматы вокзалына келдік. Вокзал басына кернеген кілең студенттер екен. Біз перронға шығып, бірінші жолда тұрған қабырғаларында Алматы Новосибирск деген жазулары бар вагондарға жақындадық. Бұл пойызбен Меңтай, Майра, Сақила аттанбақ. Олардың жүгін вагонға жайғастырып жерге түстік те, алқа қотан тұрақ ашып әнге кірістік. Әнді Жомартбек бастады. Аққұмның бір қызы бар, іңкәр атты, сөзі бар алуа шекер балдан тәтті. Бәсе деп сықылықтап күлді Зайкүл. Жомартбек аққұмда айтатын шығар еді деп тура солай ойлаған едім, енді оны пойыз жүргенше созады бұл. Жомартбек өзіне қарай күліп, бірдеңе деп тұрған Зайкүлге басын изеді де, әнін тоқтатпай жалғастыра берді. Адамның өзін көрген абзал екен, айтайын әнге қосып перизатты. Игигай, игигай, икай, игигай деп ол қай жерінен суырылып алғаны белгісіз, құрықтай ұшталмаған қара қарындашты бізге қарай сілтеп сәл бөгелді де, ал енді қосылыңдар дегенде әр қайсымызды бір нұсқап дирижерша басын изей бастады. Біз тез әннің қайырмасына кірістік. Бір вагонның қасында ән басталуы мұң екен, біртіндеп басқа вагондар тұсынан да көп дауыстар қосыла айтылған әуендер шырқалып кетті. Бізге көрші вагонның жерде тұрған жолаушы қыздары басында Хамажайдың бір тал үкі деп бастап құйқылжыта шырқаса, бір жағымыздан Маусымжан, танимысың сәулем даусыңнан деп, жігіттер екпіндете және жөнелді. Одан әріректе айттым Сәлем Қаламқас, Айнамкөз айтылып, енді бір жақтан Қызидым мен Уәлидің деп Майра әні сайрады. Мен Жомартбек басынан әннің игигай икайын қоя салып, солардың әр қайсына кезек құлақ тігемін. Студенттер мен жүргізуші жолаушылар ғана чемодан сүйретіп жүгі арқалап, қайшылас перронның енді лезде ән алаңына айналып кеткеніне таң қаламын. Әр жерде нақыш мәніне келтіре шырқалған әндердің таныс әуендері мен сөздері жүректі қитықтап, жанды тербей тамылжиды. Мен еріксіз Меңтайға қарадым. Ол ақ маңдайы жарқырап, қыздар айтқан екінші ән гәккуге сабырмен қосылып шырқап тұр екен. Әннің әр сөзін айтқан сайын қыздың ұймақтай аузынан көрінген кіршіксіз аппақ тістері жарқ-жұрқ етіп көз шағылыстырады. Мен секілді қолмен тізген іш қайнайды деген ақын сөзі ойға оралады. Менің де ішім қайнады. Мен қыздың мінез, көрік келбет, ақыл парасатына қызығамын. Мен оның адамгершілік, инабат, ұстамдылығын ұнатамын. Сары алтындай сабырлылығына сүйсінемін. Мен іштей осы қыз өзімнің жарым болса екен деп тілеймін. Бірақ сол тілегімді оған ашып айтуға тіл жоқ. Тіл бар-ау, тілге тілекті жеткізірер тәуекел жоқ. Өйткені қыз мені аға деп ардақтайды, туысындай көріп құрметтейді. Осының басқа ойы жоқ. Ойы жоқтығын қысқы каникул кезінде Қызыл көрпе өлеңіне байланысты бір білдірген. Кеше оны тағы да аңғартты.
Кешке сауықтан кейін университеттен жатақханаға қайтып келе жатқанда менің бетімнен сүйгеніме өкпелеген жоқсың ба деп сұрағанда, жоқ, біріншіден ол ойынның шартына байланысты ғой, екіншіден сіз менің ағайым емессіз бе? Ағасы бетінен сүйгенде қарындасы өкпелеуші ме еді деп жауап берді. Бірақ Меңтай қалай қашқалақтаса да, менен бойын біршама аулақтатса да, бәрібір мен оны жақсы көремін. Ол күндіз ойымнан, түнде түсімнен шықпайды. Маған бір ауыз жылы жауап бермесе, мен оның жақыннан жүзін, алыстан қарасын көргенге мәзбін. Анадай Меңтайдың төбесі көрінсе болды, желді күнге диірменнің қалағындай қалбалақтаймын да қаламын. Өзімнің соншама күлкілі жайға түсетінін сеземін. Сезсем де сезімді тежей алмаймын. Ыржалақтап, күліп, ықыластанып, қауқалақтай беремін. Бірақ қыз оны сезбеген, ұқпаған қалып танытады. Менің жүрегімде оған деген соншама ыстық сезім барын білмеген, түсінбеген күй көрсетеді. Қазір де оның менің өз жайында ғана ойлап тұрғаныммен шаруасы жоқ. Маған көз қиығын да салмастан, жүзін де бұрмастан қыздармен қосыла ән шырқап, ән ырғағымен сәл тербеле теңселіп тұр. Түскенде сен есіме еркек әку құлпыртып, осылай әнді толғатамын, дейді Меңтай қыздармен қосыла. Қыздар бұлай десе, мен ішімнен сол әуенге қосып өз-өзімді, өз жүрегімді жарып шыққан жырымды ағытамын. Мен де өз-өзімен ырғалып, толассыз тербелемін. Мен қайта-қайта жаутаңдап Меңтайға қараймын. Жанымның жырын ұқсаншы, жүрегімнің тебіренісін тыңдасаңшы деп жалынғандай боламын. Мен сені 2 ай көрмеймін. 2 күн көрмесем есім шығатын басым 2 айға қалай шыдаймын, Меңтай? Сол 2 айға азық боларлықтай етіп маған бір рет қиыла қарасаңшы, аясаңшы мені деп жылағандай боламын. Бәлкім көлденеңнен анықтап қараған адамға менің иегім дірілдеп, ернім кеңсеңдеп кеткен шығар. Бірақ әсем әнге елтіген жұрттың ешқайсысы менің көріксіз бетіме көңіл аударған жоқ. Вокзал радиосы пойыздың жүруіне 5 минут қалғанын хабарлап, перронға саржалау күйінің екпінді әуені төгілді. Осы кезде қыздар мен жігіттер шыр айналып, етектер үйіріліп, еріндер күлімде вагондар алды би алаңына айналып кетті. Екі-екіден жұптасқан жастар аяқтарының ұштарымен зыр-зыр қаққандай маған вокзал алды бірін-бірі қуалаған сансыз құйынға толып кеткен сияқтанды. Қан көбелек айналған сол құйындар көкке бұрандай бұралып, қазір ұшып-ұшып биіктен самғап алыстап кететін іспеттенді. Жомартбек билей жөнелген Меңтайға көзім түсіп еді. Екі бетінің ұшы қызарып, екі танау әсем болып делдиіп кеткен Меңтайдың кішкентай әдемі аяқтары жерден жоғарылай көтеріліп барады екен. Одан айырылып қаларда зәрем ұшып, алла деп көзімді жұмдым. Менің бақытыма қарай осы кезде күй аяқталды да, бауырын жазып көкке көтерілген айналаға аққу қайтадан келіп қонды. Ух деп ішімнен терең бір дем тартып, үлгергенімше проводниктердің тұс-тұстан жамырай айтқан «Жолдас жолаушылар, вагонға кіріңіздер» деген үндер естілді. Перронды кернеген жаңағы құйындар тегіс вагондарға қарай лақ қойылды. Біз де қыздарымызды қолтықтап, вагонның тепшегіне көтерілдік. Олармен асығып, қол қыссыздық. Меңтай мен қолымды қаттырақ қысып, ұзағырақ ұстайтын шығар деп үміттенген едім. Олай болмады. Оның алақаны мен қолыма тиер-тиместен екінші біреу қағып әкетті. Осы кезде радио Қараторғай әнін бастады. Оған перрондағылар қосылды, вагондағылар және шырқады. Көп адамның қосыла айтқан әні желді күнгі теңіздей толқып вокзал үстіне көтерілді де кеңіс перспективаның керней Алатауға қарай лықсыды. Мен дереу ілгері ұмтылып вагонның алдына келдім де «Меңтай, сен маған ұрыспа, дәптеріңе бір сөз қосыптың» деп дауыстадым. Осы кезде гудок беріп пойыз қозғады. Перроннан пойызға, пойыздан перронға қалай қолдар созылды. Меңтай басын изеп қыздарға қолын бұлғады. Ол басын маған изеді ме, қыздарға изеді ме, менің не дегенімді естіді ме, естімеді ме, айыра алмадым. Менің көзіме мөлтілдеп жас келді. Оны өзгелерге көрсетпеу үшін жылжып бара жатқан вагондарға қарап қолымды сермей бердім. Қол сермеп, жердегілер шырқап тұр. Вагондардың терезелерінен, есіктерінен қол бұлғап, пойыздағылар шырқап барады. Сермеген қолдар қалықтап ұшып бара жатқан қараторғайларға ұқсайды. Бір топ қараторғай зымырай-самғай ұшып, алысқа бет қойғандай. Бір тобы қалықтай көтеріліп, қайта айналып келіп, алғашқы орнына қонуға бет алып қайта төнілгендей. Бұлай етіп, қасымыздағы соңғы вагон өтті. Сары жолаушысын тошырайта ұстаған кондуктор сан көздің шарасына жалғыз кіріп, кейін бір бол көздерінің тұңғиық түбіне сіңгендей болып, тереңдей батып бара жатты. Радио музыкасы тыңды, ән тоқталды. Пойыздың дүрсілі бірте-бірте алыстай да бәсеңдей берді. Қалған жұрт үн-түнсіз кері бұрылып вокзал қашасына қалаға шығатын қақпаға қарай ағылды.
Перрон той өткен жәрмеңкесі тараған тақыр төбеге ұқсап құлазып бос қалды. Сол перрондай болып пойыздың қарасынан көз айырмай қалтиып жалғыз қалған менің көңілім құлазыды. Ереке, деді біреу ақырын дауыстап. Бұл Жомартбектің үні еді. Ол мен әскерден келген алғашқы кездегідей ағайды қойып кейде осылай Ереке дейтін болған. Үйренісе келе басқа бірсыпыра қыздар да мені Ербол деп атауға көшкен. Тек Меңтай ғана ағай деп атайтын. Мен мойнымды бұрсам, мың кісі сиярлық перронда Жомартбек екеуміз ғана қалыппыз. Жомартбек менің Меңтайды құлай сүйетінімді іштей түсінетін еді. Сондықтан болар, ол жақаурата сөйледі. 2 ай деген не? 2-ақ күндей болып өте шығады әлі. Содан соң тағы да бас қосамыз ғой бәріміз, деді ол 2 танауы делдеңдеп. Жүріңіз, жұртта сіз екеуміз ғана қалдық. Жомартбек мені жұбаттым деп ойлады. Бірақ онысы жұбату емес, жараның аузы тырнаумен тең болды. 2 ай, 2 күндей болып қалай көрінсін, деп назарландым ішімнен. Мен қызыққан көлденеңнің құйрығы түскіш келуші еді. Көңілім құлаған осы қызды тағы біреу қағып кетіп, дәт деп қалмаса жарар еді. Онда мен қалай өмір сүремін? Сәлиманың шерін соғыс тұншықтырған еді. Бұл қызға қолым жетпей қалса, оның өкінішін не ұмыттырмақ? Мұндай келбет көркі келісті, ақыл парасаты мол, жаным сүйген жақсы қыздан айырылып қалсам, сорлы жүрегім өмір бойы қабарқалаған қайыршыдай арман арқалап кетпес пе? Амалымыз. Мұны ұмыттыратын басқа жақсы қызға кездессем, құба-құп. Кездеспесем, мүгедек мұңды болып қалмаймын ба өмір бойы? Ендеше аузын бұған өгізге ұқсап, 8 ай бойы неге жүрмін үн-түнсіз? Неге айтпадым шынымды? Неге аяғына жығылып, жарым бол деп жалынбадым мен оған? Кейбіреулер қызды бір көргенде-ақ, мен саған ғашықпын, мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп жетім қозыдай қақсамай ма, жақ жаппай? Құмарылған ғашықтыққа балап, қыр соңынан қала ма қыздың ондайлар? Қан салған қаптай ғып, қолма-қол жүрегінің аузын ашып тастамай ма аңқайтып? Ендеше мен шын ғашық сырымды неге ақтармадым сонша күннің ішінде деп іштей еңіреп, өз бармағымды өзім шайнап, сүйретіліп вокзалдың қақпасынан әрең шықтым. Жаным жаңағы пойызда кетіп, бұл жерде құр сүлдерім ғана қалғандай мең-зең күйде Жомартбекке ілесіп келіп трамвайға міндім. Трамвай Карл Маркс көшесімен жоғары өрлеп, Шевченкоға қарай бұрылған бұрышта Жомартбек түсіп қалды. Қаладағы туыстарының бірінің үйіне кетті. Менен Жомартбектің жағдайы әлдеқайда жақсы. Мынадай үлкен қалада ағайын туысқандары бар. Солардың үйіне барып, ас ішеді, аунап-қунап қайтады. Елде әке-шешесі, бір ауданды билеп тұрған ағасы бар. Онда барса да күппете түседі. Ал менің сүйеніш болар қалада да, ауылда да ешкімім жоқ. Сорайған соқа басым. Қаладағы жалғыз танысым майдандас жолдасымның соғыста мүгедек боп қалған ағасының үйі. Көп балалы және жалғыз кісінің пенсиясына қарап отырған ол үйге сомадай боп сопиып қашанғы бара берерсін? Әскерден алғаш келгенімде паналатып, жатақханаға көшкенде тар үйінің бір бұрышынан орын бергеннің өзіне рахмет. Тірі болсам, ағайдың ол жақсылығын өтермін әлі. Трамвай салдыр-күлдір етіп Никольск базарына келіп тоқтады. Осыдан 2 сағаттай бұрын Меңтайды жүгін көтеріп жұртпен таласа күліп мінген трамвайдан енді 6 ай жаздай сүзекпен ауырып, содан жаңа ғана тұрғандай сүйретіліп жалғыз түстім. Бағана бұл жерде адам да көп, базар да қызу сияқты еді. Енді аялдама басында ешкім жоқ. Базарға кіре беріс маңда да ешбір жан көзге көрінбейді. Әшейінде жатақханада шыға қалсаң да, университеттен келе жатсаң да, мен мұндалап, сары ала тон киген патшаның суретіне ұқсап, үнемі қос жайып алдыңда тұратын шіркеу де жоқ. Тағынан тайғандай тасаланып қалыпты. Трамвай жолынан өтіп, салбырап, жатақхана қақпасына қарай бет түздім. Өне бойым сал-сал. Бірнеше күн мас болып мәңгіріп қалған сияқтымын. Басым салбырап, пәленбай жылдан бері студенттердің аяғы таптап келе жатқан тоқыр асфальттан көз алмаймын. Жерден бір нәрсе көрсем деп ынтығатындаймын. Бірақ қиыршық тас, ұлпа топырақтан басқа ештеңе көрінбейді. Міне қызыл кірпіштен сынығы жатыр. Бұл сынық бағанағы біз жатақханада шыққан, жол ортасында тұрған қыздармен қатары алда келе жатқан Меңтай тоқтай қалып аяғындағы кішкентай ақ танкеткасының тұмсығымен кірпіштен итеріп асфальттың шетіне қарай сырғытып кеткен.
Содан соң сәл бұрылып, арт жаққа жүк көтеріліп келе жатқан Жомартбек екеумізге қараған. Мен оның аппақ аяқтарының қаздиып осы кірпіштің қасында тұрған өз көзіммен көргенмін. Енді міне сол жерде оның ізі жоқ. Мен ернімді тістедім. Сүйген жаныңның ізі көз алдыңда неге сайрап жатпайды екен деп наза болдым. Тоқтап, асфальтқа еңкейіп қызыл кірпіштің сынығына қолыма алып, үңіліп оған да қарадым. Одан да еш белгі жоқ. Сонда да оны қолымнан тастамадым. Біресе бұл Меңтайдың танкеткасы болсыншы деп ойладым. Біресе оның аяғын өздіп сипасам дедім. Алақандағы кезекті қайта-қайта қысып қойдым. Бірақ ол бұрышты қатты икемсіз күйінде қалды. Жыртахананың сыртқы есігінің маңдайшасына орналасқан жаппаның біреу ағашына қыстырып ішке кіріп, алақаныма қызыл кірпіштің қып-қызыл ұнтағы жусадай жұғып қалыпты. Ғашықты қызы осы болғаны ма деп ойладым, езу тартып, өзімді өзім мысқылдап. Жоқ, мен өзімді өзім бекерге мысқылдамаппын. Ғашықтың ізі болады екен. Бірақ ол топыраққа, тасқа түспейді екен. Мен оны жүрген жолдан бекер іздеппін. Асфальтқа орынсыз үңіліп, жан-жағыма босқа жалтақтаппын. Ол із өзге жерге түспепті. Менің жүрегімде, ойымда қалыпты. Оны мен екінші қабатқа көтеріліп, дәлізбен сүйретіліп, Меңтай бөлмесінің алдына барғанда білдім. Оны мен өз бөлмеме кіріп, жастығының астына жатқан қойын дәптерімді қолыма алғанда көрдім. Неге екенін білмеймін, өз бөлмемнің алдынан өтіп, Меңтай бөлмесінің есігіне бардым. Сол жерден қайырылғым келді. Сол жерде Меңтайды осы бөлмеден шығып бара жатқанда соңғы айтқан сөзі ойыма оралды. Қыздар топырлап бөлмеден сыртқа қарап еттеген еді. Олармен ілесе Жомартбек шығып бара жатты. Зайкүл мен Меңтай есікке қарай аңдады. Ең соңында жүкті алып мен шыққалы жатыр едім. Есікке бара беріп Зайкүл жалт бұрылды. Ойбу, мен айнаға қарамаппын ғой деп жүгіріп барып бұрыштан шифонердің есігін ашты. Оның қақпағының ішкі жағындағы шар айнаға итініп, тыртысқан маңдайын ұйпаланған қасын сипады. Тұра тұр Меңтай, мен бетіме опа жағып алайын. Меңтай қайырылып оның қасына келді. Зайкүл жалма-жан сумкасын ашып, диірменшідей бұрқыратып бетіне ұн жаға бастады. Мен жүкті алып дәлізге шыға бастағанда қыздарды тосып тұрдым. Меңтай, осы сен неге боянбайсың дейді Зайкүлдің үні естілді. Меңтай сәл бөгеліп, тегіл әдеті бойынша ақырын бір жымиып алған болуы тиіс. Барып жауап қатты. Мен табиғатпен таласуды жөнсіз деп білемін. Ол не деген сөзің? Адамға табиғат берген бояудың өзі жетіп жатыр. Оның үстіне бетіңе баттастырып бірдеңе жағу. Меңтай үні үзіліп қалды. Мен есікке қарай құлағымды тоса түсіп, оның сөзінің аяғын естуге құмарттым. Не десем екен саған? Я, табиғат берген бояудың үстіне баттастар бірдеңе жағу, Рафаэльдің немесе Реппиннің ғажап картиналарын жаңа бояу сүйкеп жақсартамын деп әуре болуымен пара-пар. Мен сондықтан боянбаймын, Зайкүл. Мен бұл сөзді өзім айтқандай қуандым. Меңтай жауабының тапқырлығына да, оның өзге қыздар сияқты ешқашан боянбайтындығына да сүйсіндім. Сол керек саған, Зайкүл, деді ішімнен. Бірақ бұған Зайкүл қысылмады. Қойшы, сен де қайдағыны соғады екенсің деп Зайкүл өзімен өзі сықылықтап күлді. Бояуға не жетсін шіркін, ерінді қып-қызыл, қасты қап-қара етіп боянып шыға келгенде жігіттердің жаны жәннамға жетпей ме? Сенің бетің ақ қой, опа жақпасан да болар, бірақ ерін мен екі бетін ұшын қызартуың керек. Сонда сен үріп ауыл қызға салғандай болар едің. Жоқ, Зайкүл, мен сенің орында болсам, опа да ұстамас едім, жосаға да жоламас едім. Ойға емес, опаға, бойға емес, бояуға қызыққан жігіттерден не бар қадір шығар дейсің? Туфли өкшесінің тықыры шықты. Екі қыз ашық тұрған есіктің табалдырығынан аттады. Зайкүлдің қоңырқай беті айран жаққандай ала қожалақ боп қалыпты. Сонысын сұлулық санап, кішкентай ешкі басын кегжите ұстап қасымнан өтті. Мен дереу есікті қайырып, кілтін сала бастадым. Кілтті бұрап жатып, Меңтайдың Зайкүлге айтқан сөздерін есімде қалдыруға тырыстым. Екі қыздың соңынан жүгіре аяңдап, баспалдақпен төмен түсіп келе жатқан төменгі қатарда қыздарды күтіп тұр екен. Сен үшеуін оңаша қоштасып шыққаннан саумысыңдар деп Қанипа көзін ойнақшыта мойнын қиқаңдатып. Жоға, деді Меңтай даусын созып. Мына Зайкүл айнаға қарап аламын деп. Мен Берлин қақпасының кілтін ұстағанда масаттанып қолымдағы кілтті жоғары көтердім. Қыздар бөлмесінің алдына барғанымда кенеттен сол сөздер ойыма түсті. Ұмытып қалмас үшін жазып қояйын деп өз бөлмеме келіп дәптеріме үңілдім. Түні бойы отырып көшірген жазуларым көзіме оттай болып және басылды. Мұнда Меңтай сөздері, соның ойлары. Ендеше ғашықтық ізі деген осы емес пе?
ақ қарға түскен қызыл түлкінің ізіндей сайрап, ол көңілде, көкіректе ойда қалады екен ғой. Ғашықтың ізін тек қана жүрекпен іздеу керек екен ғой. Мен осылай түйдім. Бұл кезде мен жұмыс істейтінмін. Жазуымды жазып болдым да, жұмысқа барғанша аздап тынығып алайын деп төсегіме жантайдым. Ұйықтап қап жұмыстан кешіп жүрмейін деп және ойладым. Олай деп ойламай қайтейін, бұл менің әрең қолым жеткен қызметім ғой. Төсекте шалқымнан жатып, бұл жұмысқа қалай орналасқанымды есіме түсірдім. Оған дейін мен жексенбі сайын жатақхана маңында көрінбей жоқ болып кететінмін. Қайта кетіп не тындыратынымды бір бөлмеде жататын Жомартбек пе, Пернеш те, Төлеубек те білмейтін. Олар білмеген соң қыздар мүлде сезбейді. Жұртқа сездірмей, мен жексенбі күні таңертең ерте Фурманов көшесіне түсіп алып, төмен қарай заулаймын. Көше мен темір жолдың түйіскен жерінде сексеуіл базасы бар. Жексенбі сайын оған отын тиеген эшелон келеді. Оны түсіру үшін базаға қосымша жұмыс қолы қажет. Мен база жұмыскерлерімен жалғасып, платформадан түскен сексеуіл құлатсамын. Темір жол жиегінен біз құлатқан сексеуіл тау болып үйіліп қалады. Қала тұрғындары оны бірнеше күн бойы біреу есек арбамен, біреу ат арбамен, қол ұзындаулар машинамен алып кетіп жатады. Әркімге қолындағы талонына қарай отын беріледі. Кімнің қанша отын алатынында менің шаруам жоқ. Мен кешке еңбегім үшін қолыма тиген 250 килограмм сексеуілді талонмен білемін. Соны сатып ақшасын стипендияма жалғап, бір апта бойы талшық етемін. Кешке арай жатақханаға қайтқанда екі аяғыма 2 пұт темір байланып қалғандай болып, әрең қозғаламын. Ертеңінде де өне бойым ауырып, жайсыз күйге боламын. Әсіресе қолым қалтырап лекцияны зорға жазамын. Содан кейін бірте-бірте құрыс тұрысым жазылып, келесі демалысқа дейін денемнің ауырғаны мүлде ұмытып кетемін. Қыс пен көктемді осылай өткізім. Тек жазғы емтихан басталғаннан бері жексенбілер ғана сабаққа әзірлікке кетіп жатты. Бірақ бүгін тағы да әкемнің үйіне бара жатқандай асығып сексеуіл базасына қарай бет қоюыма тура келді. Себебі сен емтиханға әзірленіп жатып екен деп өз-өзімнен қалтама көк тиын келіп түспейді ғой. Ал қалтадан ақша кетсе, қарынның құрт берекесі кетеді. Ақшаң барда тойған қозыдай томпиып, үнсіз жататын моп-момақан қарның қалтан қағылса, ішінде қоралы қасқыр іріліп кеткендей болып, ұлып шыға келетіні бар емес пе? Шұрылдап, шуылдап, құрылдап, қоралдап, мазаңды алатынды қайтесің? Әсіресе қыздардың қасында отырғанда қиынайтынын айтсаңшы оның. Ішегің шұрылдап, қарның күндей күркіреп, жөнелгенде шекеңнен тер шып-шып шығып қысыла бастайсың. Сол кезде Қанипа, Ербол, ішіңе ит қамап қойғансың ба? Қоя берсен жол байғұсы деп әзілдеген болып өзінен өзі сықылдап өткелетінін айтсаңшы. Қыз күлкісі деген бір жерінен от десе барлық түсі бірден лап ете қалатын ашық ыдыста тұрған бензин іспеттемес пе? Олардың бір тұтанған күлкісін сөндіру қандай қиын. Тек Меңтай ғана олармен қосыла күлмейді. Бәлкім ол мені аяғандықтан сөйтетін шығар. Күлкінің неден туғанын аңғармаған болып, дайындалып отырған пәнімізге қажетті аса бір керекті датаны іздегендей дәптер бетін парақтай береді. Бүгін мен Қанипа айтқандай ішімдегі қаумалы итті босатып қоя беру үшін келе жатырмын. Келе жатып Жомартбектің бір қылығы ойыма түсіп кетеді де ақырын мырс етіп күліп аламын. Бір бөлмеде мен, Жомартбек, Пернеш, Төлеубек төртеуміз тұрамыз. Солардың менен басқа үшеуінің де үйінен азық келеді. Жомартбек үйінен келгеннің бәрін қаладағы жақындардыкіне алдырады. Пернешке бірдеңе келсе, жұртпен бөліп жеп, тез тауысуға құмартады. Алғаш дәм татқаннан кейін қалғанын өзі жесін деп біз үнемі шегіншектей береміз. Сабақтан келе сала оны мұны сылтауратып бөлмеден шығып кетеміз. Ондайда Пернеш дәлізден бізді іздеп соңымыздан қуып жүреді. Қайда қашып кеттіңдер, келсеңдерші, мынаны бөліп жейік деп шыр-пыры шығады. Кейде екеуміз оңаша қалсақ болмаған, ағай, мынадан бір алып жіберіңізші, жалғыз менің тамағымнан өтпей отыр деп жалынады. Ал Төлеубектің тамағынан өте береді, ол ешкімге дәм де таттырмайды. Жұрттың көзінше теріс қарап алып, үйінен келгені сарымай мен женті қара нанға жағып, күйсетеді де отырады. Күн сайын сөйтеді. Бір күні Төлеубек төсегінің алдында теріс қарап жайланып алып, қарыннан шыққан сап-сары майды нанға жағып, жаңа аузына тыға бергенде жанында Жомартбек жүгіріп барды. Төке, мынаған да жағып беріңізші, жүрегімді жалғайын деп, қалжың шын аралас қолындағы бір жапырақ нанын тосты. Жоқ, бітті деп Төлеубек те дереу төсек астындағы қара чемоданды құлыпты салды да тастады. Осыдан кейін Төлеубек күндіз жұрт көзінше қара чемоданға жоламайтын болды. Сөйтсек ол түнде біз ұйықтағаннан кейін өз тамағын өзі ұрлап жеуге көшіпті. Оның бәрін Жомартбек қу біліп жүріпті. Бір күні түнде мені біреу төсегімнен жұлқып оятты. Сөйтсем Жомартбек екен.
О, не болды? Ереке тұрыңыз, осы үйге ұры кіріп кетті. Қайдағы ұры? Не алады біздің үйден? Деймін мен ештеңе түсінбей. Жоқ, өзіңіз тұрыңызшы деп ол болмай орнымнан тұрғызды. Қараңғыда қасыма отырып қалып баяндай бастады. Шырт ұйқыда жатыр едім, еден сықыр ете түсіп оянып кеттім. Расында да біздің бөлменің едені сықырлауық болатын. Әсіресе Төлеубек жатқан тұстың тақтайы шіріген еді де, оның төсегіне қарай аяқ басаң бажылдап қоя беретін. Я, басымды көтеріп алып едім, біреу Төкеңнің чемоданын тықырлатып жатыр екен. Әй деп қалып едім, ұры демін ішінде тартты, еденге үн-түнсіз жата қалған сияқты болды. Тегі Төкеңнің чемодандағы құрт май жентіні ұрлауға келген біреу болу керек. Жомартбек сөзінің жаны бар сияқтанды. Онда Төлеубектің неге өтпәсің? Төке, деді Жомартбек дауыстап. Төке, тұрыңыз, қасыңызда ұры жатыр. Төлеубекте үн жоқ. Әне айттым ғой, Төкен қатты ұйықтап қалған. Ендеше шам жақ, пернешті оят. Жомартбек шам жақты, пернеште оянған екен. Бәріміз антылап Төлеубектің төсегіне қарадық. Ол басын бүркеп алып, қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Төсегінің астындағы күні-түні құлып кетпейтін қара чемоданның аузы ашылып қалыпты. Әне айттым ғой, деп Жомартбек баж ете түсіп жүгіріп барып Төлеубекті жұлқылады. Ойбай, тұрыңыз Төке, чемоданыңызға ұры түсіпті. Бірақ Төлеубек тұратын емес, басын қымтап алып, құныса түседі. Ойпыр-ай, Төкеңнің ұйқышысыная осы, деп Жомартбек оның үстіндегі көрпені жұлып кеп алды. Қырыққан серкеште тыртиып Төлеубек орнынан тұрды. Аузы қомпаң етеді. Алғашқында ол Жомартбектің жұлқылағаннан шошып кетіп, үні шықпай қалған екен деп ойладық. Сөйтсек, аузына толтырып алған талқанды жұта алмай қақалып тұр екен. Аузындағы кейбір талқанның жартысын әрең ары қарай жөнелткен Төлеубек көзі аларып Жомартбекке бақшиды. Сен немене кісінің өз тамағын өзіне жегізбейсің бе деп аузына ақ боран бұрқырап. Ойбай-ау Төке, мен қайдан білейін, сіздің өз асыңызды өзіңіз ұрлап жеп жатқаныңызды, деп Жомартбек өз төсегіне қарай шегіншектей берді. Я, білмегенің. Пернеш екеуміз теріс қарап сылқ-сылқ күліп жатырмыз. Оллахи, білгенім жоқ, дейді Жомартбек міз бақпастан. Сізді өйтеді деп кім ойлаған? Біз қайтадан орнымызға жаттық. Жомартбек шам өшіруге беттеп сөйлейіп бара жатыр. Біздің ауылда бір кәнігі ұры болған екен, дейді ол өзінен өзі даурығып. Сол кісі әбден қартайып, атқа мінуден қалған соң анда-санда түнде өз үйінің шошаласынан ет ұрлайтын көрінеді. Оны айдаладаға апарып, бақырға асып, маңайда ешкім жоқ екенін біле тұрса да, айналасына алақ-жұлақ қарап отыратын болса керек. Шала піскен еттен бір азап опыр-топыр отты сөндіріп, қараңғыда бұқпантайлап тұра кеп қашып үйіне келіп, содан соң 2-3 күн қатарынан рахаттанып ұйықтайды екен. Біздің Төке сөйтіп, әй оттамаш өзің. Қараңғыда бір нәрсе қабырғаға тарс ете қалды. Әрине ол Төлеубектің бұзаубас туфлиі. Туфли еш жеріне тимесе де, Жомартбек ойбай өлдім деп баж етіп төсегіне құлады. Біз тағы мырс-мырс күлеміз. Жомартбек те күліп жатыр. Оның мәз бола қатты күлгендігі сондай, төсегінің тот басқан шынжыры бір сыпыраға дейін шиқ-шиқ етті де тұрды. Көшеде келе жатып, мен өзімнен өзім осы оқиғаға есіме түсіп күлемін. Әй Жомартбек, ай, несі бар екен Төлеубек байғұста, деп басымды жайқап күлемін де, артымнан тың болмаса қатықсыз қара талқан келіп тұрғанның өзі де қызық екен-ау деп ойладым. Осы кезде көз алдыма меңтай елестеді. Ол қалың кірпіктермен төмен түсіріп, рас деп ақырын ғана мені құптап, бас изегендей болады. Әрине, рас деймін мен, одан соң өзімді өзім құптағандай. Ой-ойға ұласады. Қызға ғашық болу жігіт өмірінің ғажап бір кезеңі ғой. Кейінгі өміріңнің реніш, қуанышы да соны сенің қалай түсініп, қалай өткергеніңе байланысты. Қайта оралмас, қайырылмас, сол бір қымбат сәтті қадірін кетірмей, адалдықпен ардақтап, ертең еске түсіргенде өзің сүйсініп, өзге ғибрат аларлықтай етіп өткізгенге не жетсін шіркін. Бірақ сен сыртыңнан сұқтанған көрікті қыз көңіліңе тоқ болғанымен қарныңа қанағат әкелмейді екен. Міне мен сондықтан таң атпай дедектеп сексеуіл базасына келе жатырмын. Бірақ бұл жолғы келуім сәтті болмады. Өйткені сексеуіл тасу ісі жазда тоқтап, күзде бірақ басталады екен. Біз емтиханға кіріскелі базаға бірде состав келмепті. Алайда отын тау-тау болып үйіліп жатыр. Жұрт жазғы қажетіне ептеп остан алып кете бермек. Менің мұндағы серіктерім де ыдырап кетіпті. Қалған бірен-саран әркімнің есек арбасына отын тиесіп, иесінің мырзалығына қарай бірдеңе алатын көрінеді. Түске дейін 2-3 арба тиесіп, мен де 10-15 сомдай ақша таптым. Бірақ қыстағыдай емес, жұт аяғы сирек. Қыста машинамен машина қағызып, біреуге-біреу жол бермей, үй-құйы болып жатушы еді. Енді алматылықтар жаза от жағып, ас пісірмеуге ант етіскендей тыйыла қалыпты.
Маңдымды ештеңе болмаған соң мен түс ауа қайтайын деп қалаға қарай беттедім. Сексеуіл базасынан шыға берісте есік арбаға еріп келе жатқан Шалдуар Шалғынбаев кездесе кетті. «Ау, аманбысың, қара домалақ, ах!» деп. Ол мені көре салып, бейне бір редакцияның дәлізінде тұрғандай өктемсіп: «Сәлеметсіз бе? Не қып жүрсің мұнда? Жұртқа сексеуіл тиесейін деп келіп едім. Жүр онда, маған да тиес». Шалдуар мені қолтығымнан алып, кейін қарай бұрды. Ықылас, ризалығымды да сұраған жоқ. Екеуміз есек арбаға мөлшерлеп 250 килограмм сексеуіл салдық. Шалдуар қолының ұшымен ғана қимылдайды. Көбінесе маған бұйрық берумен жүр. «Әй, анау қуарған кәрі сексеуілді арбадан алып таста». «Неге? Сол, оның орнына мынау бұғының мүйізінде ербеген жасылын сал». «Жас сексеуіл жаруға қиын болады». «Неге қиын болады? Балталаймыз онда». «Балта өтпейді, тасқа соғамыз, тасқа ұрғанмен тез сынбайды. Кісіні электр тоғы соққандай естен тандырып, екі қолды салдырлатып тастайды. Соқ ертегіні, одан да ерініп тұрмын десеңші». «Ерінетін дәнеңесі жоқ, сал десеңіз салып берейін, маған бәрібір». Екеуміз сексеуіл тиеген есек арбаға ілесіп қалаға келе жатырмыз. Есек иесі ұзын сирақ бала дедектеп алда келеді. Әр көшенің бұрылысына жеткенде ол артына бұрылып Шалдуарға айғай салады: «Аға, енді қайда жүреміз? Тура тарта бер», деп Шалғынбаев мардымсып. Бірақ әр көшенің қиылысына осылай тоқтап сұрап отыр. Қайта сұратып: «Қайтесіз? Одан да баратын жерін әдірісін бірден айтпайсыз ба?» дедім мен баланы аяп. «Сұрасын, алатын ақшасын адалдап алсын», деді Шалдуар тұмсығын көтеріп. «Шалдуар десе шалдуарсың ау өзің, атыңды әкең дәл қойып тауып қойған екен», дедім мен ішімнен. Содан кейін мен ептеп Шалғынбаевты сыр тартамын. «Шәке, осы редакция маңынан жеңіл-желпі жұмыс табыла ма?» Ол бедірейіп маған қарады. «Кімге?» «Маған». Шалғынбаев шалқылақтап кеп күлді. «Саған не қылған жұмыс? Сен студентсің ғой». «Студент болсам да жұмыс істемесем болатын емес. Тұрмыс қиын болып барады», дедім мен шынымды айтып. «Таңертең лекцияда болып, түстен кейін жұмыс істер едім. Тіпті түннің бірсыпыра жеріне дейін істеуге де бейілмін». Тегі менің үнім жалынышты болып шықтау деймін. Шалғынбаев енді күлмеді. Ол күлмегенін пайдаланып, мен өзімнің қыста демалыс сайын жалданып, ептеп ақша тауып жүргенімді айттым. «Әй, сонда сен қанша ақша таптың?» деді Шалдуар тоқтай қалып. Мен иығымнан жұлқып өзіне қарады. «Әй, өй» деп сөйлегенде қасындағы адаммен иықтан желкесінен періп қалу, жұлқылап өзіне қарату Шалдуардың әдеті екен. Байқаусыз келе жатқан мені ол иығымнан жұлқып қалғанда құлап түсе жаздадым. Мынаған не болған деп ойлап, апалақтап оның бетіне қарап едім. Шалдуардың мені тәлтіректеп барып түзелгенімді шаруасы жоқ, бедірейіп өз сұрағын жауап күтіп тұр екен. «Жексенбі сайын 20-30 сомға дейін қаратушы едім», дедім мен мардымсып. «Ол көп ақша ғой». Шалдуар екі санын шапалақтап қарқылдап кеп күлді. Одан соң ол мені тағы да иықтан періп қалып, жол шетіндегі арыққа құлата жаздады. «Көп ақша дейді» деп. Ол ішін басын күлкісін тыя алмай: «Тапқан екенсің көп ақшаны». Ол күлкісін әрең басып, менімен қайта қатарласып тағы да мақтана сөйледі. «Сенің ол көп ақшан біздің бір кішкентай информацияның құны ғана. Сен білесің бе?» деп Шалғынбаев оң қолының бармағын саусық саусаған бір-біріне шақындата ұстап, менің көз алдыма тосты. «5 жолдың мынандай информацияға бар ғой, бізде 10 сом қояды. Мынандай болса, сұқ саусақпен бармақтың арасы алғашқыда алшая түсті. 20 сом. Егер информацияның көлемі мынандай болса, ол бір нәрсені өлшеп жүретіндей болып қарысын көрсетті. 60 сом. Білдің бе? Бір қарыс информация жасаң, бірден 60 сом аласың. Ах, бұл газеттің бір нөмірінде бір информацияң ғана шықса алатының. Кейде бір нөмірде бірнеше информацияң шығып кетуі де ықтимал. Ол өзіңнің пысықтығына байланысты. Ал айына газеттің неше нөмірі шығатынын білесің бе? 25-26 нөмірі шығады. Сонда бір айда орта есеппен 15 информация шығарған журналистің өзі 900 сомдай ақша табады. Білесің бе? Шалғынбаев маған ежжие қарап, бармағын шошайтты. Мен көзім бақырайып, басымды изедім. Тегі Шалғынбаевтың менің көзімде мүлде ұясынан шығарып жібергісі келді ау деймін. Сәл қабағын жытыңқырап, маңғаздана да қайтадан сөйлеп кетті. «Мен өзім информацияны кәсіп қылмаймын», деді ол әлденен жиіркенгендей танауын тыжайтып. «Оны кәсіп қылу тышқан ауламмен бірдей. Мен етекте очерктер жазамын. Сен менің бір очеркіме қанша гонорар қойылатынын білесің бе, Мен басымды шайқаймын. Менің оны білгеніме Шалғынбаев одан сайын разы бола түсуде. «Білмейсің, саған оны білу қайда? Мен бір очеркіме 600-700 сом аламын. Ал қалай?» деді ол бетіме қарады. Сұмдық көп екен деп ишарамен мен көзімді жұмдым. «Ол, сен менің айыма қанша гонорар табатынды білесің бе, Мен тағы да басымды шайқаймын. Шалдуар одан сайын мәз болады. Әр айдың аяғына мына дөдең, ол бармағын шошайтып.
кеудесін түртті. 1000-2000 сом гонорарды қалтасына салып алып талтаңдап жүре береді. Оның үстінде менің ай сайын 800 сом жалақым тағы бар. Енді осының бәрін қосшы өзің. Көп ақша қой дедім мен. Жоқ, өзің қосшы кәне. 2300, 2800 деуа деймін. Дәл-дәл. Кедем мына үшеуінің өзі болып кетеді. Ха-ха деп ол бармағымен шынашағын басып тұрып қалған 3 саусағын шошайтты. Міне, көп ақша қайда жатыр? А сен 30 сомды көп ақша көресің. Рас деймін. Шалғынбаевтың қаламақысының басым айналғандай төмен қарап, маған айына 200-300 сомның жұмысы табылса да істер едім. Алда жазғы каникул келе жатыр, ол кезде жұмыссыз болып жүру де қасірет қой. Әй, деді Шалғынбаев ұзағырақ барып тоқтап тұрған Есекарба қарап, аяғын шапшандата басып. Біздің редакцияда 200 сомдық жұмыс болмайды. Курьердің өзі айына 400 сом алады. Корректорлардың айлығы 600, әдеби қызметкерлердікі 800. Сен сияқты шикі студенттердіге әдеби қызметкер болу қайда? Сен корректорға да жарамайсың. Егер курьер болғың келсе, ертең бізге кел. Мен сені жауапты секретарға алып барайын. Кеше Нюра деген курьер қызымыз демалысқа шықпақшы болып, орнына кісі таба алмай жатқан сияқты еді. Біз Есекарбаның қасына келдік. Әй, былай тұр, деп Шалдуар есектің шылбырын ұстаған балаға көшенің оң жағын нұсқап, Ыстықкөл көшесіне қарай тарт, анау бұрыштағы үй. Есекарба оңға қарай бұрылған соң, мен ал Шәке, қош болыңыз, ертең редакцияға келемін деп өз жөніме кетуге ыңғайландым. Өй, қайда барасың, деді Шалдуар өзінің есін. Дұрыс па, деп маған пашай қарап. Жатақханаға, емтиханға әзірленіп жатыр едік. Жатақханаға, деді ол маған бірдеңесін өткізіп қойған қабағын шытып. Сен енді мынаны түсіріп бермейсің бе? Асығыспын, өзіңіз түсіріп алыңыз дегелі бір тұрдым да Шалдуардың түрінен қорықтым. Мінезі тікпәле екен. Ренжіп қабертен жұмысқа алдырмай жүр деп ойлап, оның соңынан ықылассыз ілестім. Ыстықкөл көшесі мен Гоголь көшесінің бұрышындағы 2 қатарлы үйдің алдындағы сарайдың қасына Есекарбадағы сексеуілді түсірдім. Шалдуар үйіне кіріп, ақша алып шықты да арбакеш баланы жөнелді. Ай, не қып тұрсың, деді ол кетуге ыңғайланған маған қарап. Енді бұларды анау тасқа соғып жармайсың ба? Мені қырсау қимылымды аңғартма, ол бірден бастырмалата жөнелді. Сен өзің мен ақы дәметіп жүргеннен саумысың? Саған ақы не керек? 30 сомды ол жайра көріп жүрген. Сен ертең курьер болып айына 400 сом алып отырсан шекеңе тар келе ме? Менің саған берер ақшам сол. Ұқтың ба? Мына пәле шынымен бар сұмдық шығарып жүре деп үйіліп жатқан сексеуілді үн-түнсіз шетінен сүйреп жаруға кірістім. Тасқа соғылған сексеуіл жүгері жалаңаш қолымды жаңғыртып, өне бойымды электр тоғы соққандай дір-дір еткізеді. Сонда да тістеніп, тұрмысып жатырмын. Мұны өзім жаратынымды білгенде бағана тез сынатын шірік сексеуілді көбірек салатын едім ғой деймін ішімнен. Бірте-бірте алақанның терісі ойла бастады. Ақыры қолым шыдамай бара жатқан соң жарылған сексеуілді аяғының ұшымен жинастырып тұрған Шалдуарға бұрылдым. Шәке, жаман қолға бірдеңе табылмас па екен? Өй, сен өзің студенттің жаман қолын аяп деп ежірейді ол маған, екі қолын қалтасына ұстап шірене тұрып. Мен саған жаман қолғапты қайдан табамын? Қол шыдамай барады, дедім мен, Шалдардың қолғабы жоғына бейне бір өзім кінәлдей ыржия күліп. Ona несіне солдат болып жүрсің? Бесталағашты жару қолыңнан келмесе. Жә, жарда болған соң ана сараға үйіп, құлпыны сыртынан бос салда жатақханаңа жүре бер. Осыны айтып Шалдор алшыңдап үйіне қарай кетті. Жұртқа жылы сөйлеп, сәл кішілік көрсетсең, өстіп иығына мініп алатын жаман деймін. Мен өзімнен өзім күйіп пісіп. Маған бірдеңесін өткізіп қойғандай әкіреңдеп алшаңдауын солдатты адам емес, темір деп ойлайды екен бұлар. Көрер едім соғыста болсаң, сенің жаныңның қандай темірден соғылғанын. Өстіп, іштей күңкілдеп, қанша ұрысқанымен ол күні Шалдуардың бар шаруасын тап-тұйнақтай етіп тындырып кетуіме тура келді. Ертеңінде сағат таңертеңгі 9-дан аса үкідей ұшып редакцияға жеттім. Редакция орналасқан 3 қабат үйдің алдына келсем, менің жүрегімді өзгеше бір лүпіл кернеді. Оның сыртқы биік тас баспалдағына көтерілгеннің өзінде тау болмаса да төбе басына шыққандай көңілім биіктеп сала берді. Маған редакция адамдарының бәрі ерекше жаралған жан болып көрінеді. Олар шетінен жақсы, шетінен сүйкімді сияқтанады. Шалдуар, Шалғынбаевтай болып олардың ортасында жүруден артық бақыт жоқ іспеттенеді. Өстіп, редакция үйінің әр бұрышына аса зор құрметпен қарап, дәлізде кездескен әр адамына ол мені елемесе де еле сәлем беріп, жаңа түскен жас келіндей сызылып келе жатсам, Шалдуар машина бюросынан шығып барады екен. Шәке, дедім оны көргенде, әкемді кездестіргенде қуанып. Шалдуар жалт бұрылып, қалбалаңдай ұмтылған маған таңғандай сүзе қарап қарады. Шәке, сәлеметсіз бе? Сені кім шақырды, деп ол қасыма келген менің қолымды да сәлемді алмастан. Сіз бүгін кел деп едіңіз ғой, қашан?
кеше сіздің үйге отын түсіргенде Шалдуар қабағын тыржитты. Отын деді ол әлденеге мені кекеткендей. Жұмыс жайында десеңші одан да. Иә, жұмыс жайында ғой, Шәке курьер алып қойған жоқ па едіңіздер? Шалғынбаев менің бұл сұрағыма жауап бермеді. Жүр, деді ол өктен үнмен, иығынан жұлқып қалып. Бағанағыдай емес, Шалдуар енді маңғаздан аяңдады. Мен сүмеңдеп соңынан ілестім. Ілесе бере оған тағы бір сұрақ қойдым. Шәке, біз кімге барамыз? Жауапты секретарға, деді ол мойнын бұрмастан. Жауапты секретарларыңыз кім деген кісі еді? Сен білмейсің. Шалдуар оң қолын шорсылтеді. Жаңадан келген адам, сен сияқты соғыста болған. Мен ендеше ол кісіге кірмей-ақ қояйын деп үлгергенше болмады. Шалдуар жауапты секретар деп жазуы бар кабинеттің есігін жұлқып қалып, мені жеңменен сүйрей ішке кірді. Кабинет иесі үстеліне еңкейе түсіп газет қарап отыр екен. Осы кісі жауапты секретар, осы кісімен сөйлес деп Шалдуар мені ілгері итермеледі. Мен Шалдуар өзі айтып, қызметке өзі алдырады екен деген үмітпен келген едім. Ол малту білмейтін адамдарды терең суға лақтырғандай мені кабинетке кіргізе салып, өзі сырғып шығып кетуге ыңғайланды. Осы кезде жауапты секретар басын көтеріп бізге бұрылды. Оның жүзін көргенде мен өз көзіме өзім сенбеген сияқтандым. Кірпіктерін үсті-үстіне жыпылықтап кетті. Қасы түксиген, орыс өңде сабырлы ақсары кісі. Екі көзі де бұрынғыдай сәл шегірлеу, үстіне жай киім кигені болмаса бұрынғыдай еш өзгерісі жоқ әскери журналист капитан Бағи Уазитовтың өзі. Бәке, дедім мен жауапты секретарға екі қолымды бірдей созып. Бәкең де мені жазбай таныды-ау деймін. Тез орнынан тұрып, Ербол сенбісін айналайын деп құшағын жайды. Мен Бәкенің мол құшағына қалай еніп кеткенімді білмей қалдым. Ол аман есен келдің бе деп бауырына қысып арқамнан қағып жатыр. Шүкір Бәке, мен былтыр келгенмін деймін. Бәкенің мені құшақтағанын көңілім босаңқырап, бірақ оны білдірмеуге тырысып. Өзіңіз қашан келдіңіз? 2 айдай болды. Осында бұрынғы қызметіме орналастым. Өзің қайдасың, Ербол? Казгуде оқудамын. Бәрекелді, ал отыр, әңгімелесейік. Әңгіменің үлкені осыған жұмыс керек, деді жаңағы мені осында кіргізе салып, шығып кетуге ыңғайланған Шалдуар қайтадан бұрылып келіп, және мені қалайда қызметке орналастыруға бел байлағандай белсенділік білдіріп. Бұл корректорлыққа жарамайды, курьер ету керек. Өздеріңіз де таныс екенсіздер ғой. Болғанда қандай, деді Бәкең баптай сөйлеп. Біз бір бөлімде қызмет еткенбіз. Мен редакцияда болдым. Ерболдың өлең мақалаларын газетімізде жиі жариялап тұратынбыз. Бәкеңнің бұл сөзі мені бір көтеріп тастады. Шалдуар жаман студент, жаман солдат деп желкемнен түспей қойып еді. Бәлем, білші қандай солдат болғанымды, дедім ішімнен, аузым қанып. Менің осы ойымды сезгендей Шалдуар шап ете түсті. Бұл өлең жазушы ма еді деп Бәкеңнің сөзіне сенбегендей. Бәле, жазғанда қандай? Мұның өлеңдерін кейбір жолдары біздің бөлімнің туыс беттес болып кеткен. Бөлім шабуылға шыққан сайын біз Ербол өлеңінің алға қарыс бассаң бас, сүйем кейін шегінбе, әдет жоқ ондай тегінде деген жолдарын үнемі газеттің шпигеліне беретінбіз. Шалдуар басын шайқады да, мынадан өлең шығады дегенге ешқашан сенбес едім, деп мені бүйірден түртіп қалып, сақылдап кеп күлді. Жауапты секретар сөзін қайтадан жалғады. Оның үстіне мен Ерболға соғыстан аман келіп, осы орында отырғаным үшін тікелей қарыздар кісімін, деді ол Шалдуардың парқсыз күлкісін тоқтатуына тоспай. Бұл баққандай 3 журналисті тікелей ажалдан алып қалған. Шалдуар бұған сенбегендей боп маған қарады да басын шайқады. Жауапты секретар 3 журналистің алғы шепке келіп маған жолыққанын, біздің позициямызды жау атқарып, бір снарядты жер үй алдына келіп ысылдап жатып алғанын Шалғынбаевқа тартып айтып жатпады. Ербол, сен Нығмет Елеусізовтың қазір қайда екенін білесің бе, деді маған бұрылып. Жоқ, бәле, ол қазір Сығаласында облыстық газет редакторының орынбасары. Ал капитан Рыжевтың қайда екенін хабарың бар ма? Жоқ, ол Москваның бір баспасында орналасқан. Мен хат алып тұрамын, бір хатында сені сұрапты. Апырая, деймін мен қуанған үстіне қуанып. Уазитов енді менің жайыма ойысты. Сен студентсің ғой, деді ойлана отырып. Әрине, қоса қызмет істемесең болмайды қазір. Ал саған не жұмыс тауып берсе екен? Ол қарсысында түрегеп тұрған Шалғынбаевқа қарады. Мұны Юраның орнына кешкі курьер ете салыңыз, деп Шалдуар жұлып қалғандай. Бұған сол да жетеді. Я, дедім мен басымды изеп. Жоқ, мен Ерболға түпкілікті жұмыс болса деп отырмын. Курьерлікті қойшы, Ербол түбінде біздің белді қызметкеріміздің бірі болуға тиіс. Бірақ қазір сол уақытша курьерліктен басқа бос орын жоқ. Мен курьер-ақ болайын, Бәке, дедім. Осы бір қызметтен айырылып қаламаймын дегендей асығып. Қазір емтихан өткізіп жатырмын. Өзі кешкі жұмыс болса маған қолайлысы осы.
Жарайды, әзірше осыған орналаса тұр. Ар жағын тағы көре жатармыз, деп жауапты секретар маған бір жапырақ қағаз ұсынды. Арыз жаз, уақытша курьер етіп алуды сұраймын деп қолыңды қой, кешке 6-да қызметке кел. Айттым, орналастырдым. Енді не қыл дейсің? Деп Шалдуар жауапты секретардан шыққаннан кейін маған шірене қарап. Сен менің бұл жақсылығымды ұмытпа. Рахмет Жаке, ұмытпаймын, дедім мен оған асыға бас изеп. Мінеки, осыдан 20 шақты күн бұрын мен қызметке осылай орналасқан едім. Күн сайын кешкі 6-да редакцияға барамын. Түнгі 11-12-де жұмысымды бітіріп, жатақханаға қайтамын. Алғашқында курьер деген сөздің мәнісін жөнді біліңкіремей де жүрдім. Сөйтсем, редакция мен баспахана арасындағы қағаз тасушы кісіні осылай деп атайды екен. Редакция 2 курьер бар. Күндіз курьер Даниловна дейтін қартаң әйел. Кешкі 6-ға дейін редакциядан баспаханаға қағазды ол тасиды. Кешке ол жұмысқа мен кірсемін. Біздің таситынымыз редакция бөлімдерінің күн сайын газетке басылуға даярлайтын мақалалары. Соны жиналған сайын топтап секретарьтан алып баспаханаға апарып тастаймыз. Цех бастығын курьерден келген мақалаларды қол қойып алады да дереу линотипикаларға бөліп береді. Олар алдарында тұрған пианино тәріздес машиналарға линотиптерге отыра қалып, мақала сөздерін қозғамастан көшеді. Осылайша 2 курьердің күні бойы кезектесіп, баспаханаға тасыған қағаздары ертеңінде газет болып шығып, оқушылардың қолына түседі. Маған редакцияда баспаханада қызық. Күн сайын екеуінің де жұмысының жайына қанып, түсіне түстім. Түсінгеннен кейін өзімді қатар жатқан Қоскөлдің айдынына кезек сүңгитін қоңыр үйрекке теңедім. Редакцияның негізгі мақалалары баспаханаға көбіне күндіз жөнелтіледі екен. Кешке күндіз үлгермеген азын-аулақ мақала, көбінесе алдағы номерлерге басылуға тиіс запас материалдар тасылады. Андасында тастан келген тығыз мақалалар болады. Аударылғаннан кейін баспаханаға соларды жеткіземін. Қайткенмен де кешкі курьердің бос уақыты көп болатын. Ондай сәттерді бос жүрмей мен оңаша кабинеттердің біріне кіріп алып, емтиханға әзірленетмін. Ал емтихан өткізген күндері Даниловна апайдың қуанышына жұмысқа бірер сағат ерте де шығатын. Елпек атқа кімнің мінгісі келмейді? Қалған жұмысын Даниловна да маған тастай салады. Қызмет аяғында қайта басылған мақаланы салыстыра, асығып отырған бөлім меңгерушісі де маған жалынады. Ербол, сен мынаны тыңдай қойшы, мен оқып тастайын. Ербол, сен мынаны оқып жіберші, мен оригиналға қарап отырайын дейді. Ең алдымен мені машинистка Бибіш апай жұмсайды. Мен баспалдақтан көтеріле бергенде, машбюроның ашық тұрған есігінде төрде отырған апайдың көзі мені шалып қалады да, дереу столының тартпасын аша бастайды. Сәлеметсіздер ме, деймін машбюроның ашық есігіне басымды сұғып. Айналайын, менің Ербол бауырым елгезек қой, маған төменнен барып бір папирос әкеп бере қойшы, деп Бибіш апай бірдеңе ақшасын ұстанады. Осы шаршап өлейін деп отырмын. Бүгін жұмыс сондай көп болды. Мен күліп бас изеймін де редакцияның астындағы буфеттен бір пачка прибой әкеп беремін. Оған апай мәз болып қалады. Ой, тілеуіңді бергір. Ой, бір жақсы келіншек алып, көсегін көгергір деп батаны үстіне жаудыртады. Апай жақсы келіншек жайын айтқанда мен өз-өзімнен қызарып кетемін. Көз алдыма бірден Меңтай елестейді. Менің осы ғашықтығымда осы апай бейне бір біліп отырғандай болып көрінеді. Өстіп жүріп, оқу жылын да аяқтадым. Енді бүгіннен бастап дайындалатын емтихан жоқ. Қыздар да ауылдарына кетті. Бір бөлмеде қалған Жомартбек екеуміз ғана болсақ, оның кешке дейін келу-келмеуі екі талай. Ол да ертеңде бір сүгіндері еліне қайтпақшы. Бәлкім ол қазір билет алудың қамында жүрген болар. Сондықтан мен сағаттың 6 болуын күтпей, бүгін жұмысқа күндегідей ерте бардым. Ербол, Ербол, дейді Бибіш апай менің төбем баспалдақтан көрінісімен-ақ. Жылдамырақ жүрші, айналайын. Апайдың темекісі таусылып отыр екен. Қазір тартпасын ашып жұмқасын ақтара бастайды деп ойладым ішімнен. Сәлеметсіздер ме? Жайма Бибі апай? Апай күліп жіберді. Темекіге жұмсайды екен деп қалдың ба? Темекім бар, қалқам. Осы қазір сені жауапты секретарь іздеп отыр еді. Соған бара қойшы тез. Саған жаңа жұмыс белгілері келіп отырған сияқты. Салып отырып жауапты секретардың кабинетіне барсам, бәкең жалғыз отыр екен. Хал қалай Ербол, деді ол сәлемдескеннен кейін. Хал жақсы, емтиханды бітірдік. Каникулда қайда болмақ ойың бар? Осында қаласың ба, әлде бір жаққа барасың ба? Осында қаламын, қайда барамын, дедім мен. Ауылға барып қайтайын десем, арлы-берлі жүруге қаражат керек. Онда биыл жаздай бізде корректор болып істей тұрсаң қайтеді? Істеймін. Ертең бір кешкі корректор демалысқа шығушы еді, соның орнын саған ұстап отырмын. Келесі айда тағы біреу шығады, оның орнын және сен басасын, деді бәкең сабырлы, қамқор көңілмен. Күндіз ұйқың қанғаннан кейін маған келіп жүр. Әнеугідей емес, қолың босады ғой. Мен сені енді завод, фабрикаларға жіберіп, хабар, корреспонденциялар жаздырамын. Бұл да қосымша қаражат болады. Рахмет бәке.
бара-бара мақала очеркпен де айналысарсың. Сөйтіп екеуміз сенің қолынан жазу келетіндігін осындағы жұртқа дәлелдейтін боламыз. Мен басымды изедім. Онда мен сені ертеңнен бастап корректор қызметіне атқарады деп бұйрық бердіремін. Сөйтіп мен сол күннен бастап 2 ай корректор болдым. 2 айда Есенов деп қолым қойылып, газетте 6-7 хабар корреспонденциям шықты. Газет айына 2 рет қаламақы, 2 рет жалақы береді екен. Студенттің айына 1 рет берілетін стипендиясында емес, 1 айда қолыңа 4 рет ақша ұстаудың өзі маған ересен байлық сияқты болып көрінді. Оның үстіне Уазитов ағай менің хабарлама студенттік жайымды есептеп үнемі көтеріңкі қаламақы қойып отырыпты. Оны қаламақы алған сайын Шалдуардың бас шайқауынан білдім. Мен қаламақы немесе жалақы алып шықсам-ақ алдымнан Шалғынбаев тап бола кетеді. «Әй, қарадамолақ, ақша алдың ба?» дейді. «Алдым» деймін мен арсалаңдап. «Әкел санайық» дейді ол қолын созып. Мен жаңа ғана кассирден санап алып, көнетөз гимнастеркамның омырау қалтасына 2 бүктеп салып қойған ақшаны қайта суырамын. Шалғынбаев оны уыстап алады да мені оңашалау жүйеге қарай бастайды. Содан соң ол жайланып отырып менің ақшамды санай бастайды. Санайды да «көп» деп басын шайқайды. «Неге?» деймін мен өз-өзімнен қысылып. Ол бухгалтерияға айтып, ақшамның жартысын қайтадан алдырып қоятындай боп көрінеді. Сасқалақтап Шалдуардың бетіне жалтақ-жалтақ қараймын. «Көп» деген соң «көп» дейді ол ақшаны маған қайырмай уыстап тұрып. Мен бір оның қолынан суырып әкететіндей будыраған қағаз ақшаның уысынан шығып тұрған шетін бармағымен басып қояды. Сосын мені тергей бастайды. «Сен бұл жартыда не хабар жаздың?» «Екеу». «Әне айттым ғой, 2 хабарға мұнша ақша тиісті емес. Бұрын бізге аз қойылатын». «Мен қайдан білейін?» деймін Шалдуардың алдына қылмыс жасағандай қысылып. «Сен білмейсің. Мен саған білген соң айтып тұрмын», дейді ол маңғазданып. Бұл жолы Шалдуардың осындай тегеурінен кейін мен одан «Өзіңіз қанша алдыңыз?» деп сұрадым ақырын ғана. Ол басын шайқады. «Бұл жолы мен ештеңе алған жоқ. Қазір өзі очеркке лайық материал жоқ» деп қабағын шытты. Мен одан сайын қысылдым. Бейне бір Шалдуарға тиісті ақшаны өзім алып қойғандай қуыстандым. Мені бұл қиындықтан Шалдуардың өзі шығарды. «Ал енді бұған ішпейміз бе?» «Ах», деді ол менің ақшамды ұстаған оң қолын жоғары көтеріп. Мен басымды изедім. «Жүріңіз, Шәке, сіз ішіңіз. Менің ішпейтінімді өзіңіз білесіз ғой». Бұлай дейтінім, курьерлік жалақымның алғашқы жартысын алғанымда дәл осылай Шалдуар кездесе кеткен. Сонда да ол менің аз ақшамды қолына алып, ерні жыбырлап санап шығып, «Ал енді ішпейміз бе?» деген. Мен оны көше бұрышындағы көк будканың біріне ертіп барып 200 грамм араға бергенмін. Одан кейін де жалақы қаламақы алған сайын Шалдуар менен міндетті түрде 200 грамм ішпесе аузы қисайып кететіндей боп әдеттеніп алған. Сол кездесулерде менің жартып ішпейтініме оның көзі жеткен. «Бұл сенің 3-ші қаламақың» дейді Шалдуар ақшаны өзіме қайтарып беріп жатып. «3-ші ғой, Шәке». «А, солай ма? Сен де 3-ші рет қаламақы алып жібердің бе?» Ол қарқылдай күліп, әдеті бойынша арқамнан қойып кеп қалды. Ыңқ ете түскен менің аузымды аштырмастан тағы да өзі сөйлеп кетті. «Онда былай бойсын. 3-ші қаламақыны жақсылап жууымыз керек. Бәріміз де сөйткенбіз. Айда жүр, Көк базардағы шайханаға барамыз». Мен бұрынғы әдетім бойынша Шалғынбаевты көшелердегі көк будкалардың бірінен сыйлап қайтармын деп ойлап едім. Ол мені дедектетіп, Көк базардағы шайханадан бір-ақ шығарды. Үстелге отыра сала даяшыны шақырып, өзі заказ берді. 150 грамм арақ, деді ол, даяшының қолындағы қағазын иегімен ымдап, оған тез жаз дегендей ишара білдіріп. «Шәке, 200 грамм ішіңіз» дедім, оның күнделікті мөлшерін тұспалдап қалған мен. «Жоқ, өзімнің есебім бар» деді Шалғынбаев. «150 жаздың ба?» «Жазсаңыз, оған 3 рет дұнған кеспесін қосыңыз». «Біз 2 емеспіз. 3 кеспе деп осы кісі қателесіп айтты ма?» деп ойлап оның бетіне қарадым. Менің ойымды қандай Шалдуар 3 кеспе деп жаздың ба, 3 деп жаздыңыз деп және 2 рет қайталады. Бәлкім тағы біреу келетін шығар, 3-ші кеспені соған алып отырған болар деп түйдім де үндемедім. Заказ алған даяшы кухняның тесігіне қарай кетіп бара жатқарайды. Шалғынбаев қайтадан баж ете түсті. Тоқта, бері кел» деді даяшыға қолын үсті-үстіне сермеп. «Тіркемесі қалып қойыпты ғой, тіркеме қосыңыз». Даяшы үстел шетіне еңкейіп қағазына және бірдеңе түртіп алды. «Мұның тіркемесі не нәрсе? Қымбат бірдеме емес пе екен?» деп қипаңдап отырмын мен. Шалдуар маған қарады. «Әй, сен тым болмаса бір кружка сыра ішсеңші, бір саптаяқ ішсем ішейін» дедім мен. Кетіп бара жатқан даяшыны Шалдуар тоқтады. «Тағы бір кружка сыра қосыңыз» деді ол мойнын созып. «Қостыңыз ба? Енді әкеле беріңіз, тез әкеліңіз». «Жаңағы бір тіркеме дегеніңіз не?» дедім мен Шалғынбаевқа. Шалдуар сақылдап күліп, мені бүйірімнен тағы бір беріп қалды. «Соны білмейсің бе?»
менің білетін машинаға тіркеп сүйретіп жүретін бір нәрселер сияқты еді. Мәселен, зеңбірек сүйреткен машинаны. Оны білсең болды, деді Шалдуар сөзімді аяқтатпай. Шалдуар тегі өзі ғана сөйлеуді жақсы көретін. Әсіресе ол менің сөзімді кез келген жерден киіп кетіп, шірік жіптен үзе салатында, өзі сөйлеп жөнелетін. Бұл да сол сияқты. 150 грамм арақ, машина, бір кружка сыра, соған тіркеме. Ал егер арақ 150 емес, 100 грамм болса ше, онда бір кружка сыра тіркеме бола алмайды. Неге? Сол. Ол менің бетімді білгіштіні бажай қарады. 100 грамм арақ, бір кружка сыраны тарта алмайды. Түсінікті ме енді, Мен басымды шайқадым. Сен топпассың, деді ол менің бетіме бедіреген күйі. Түсінігің нашар, ұғымың жоқ. Сондықтан сенен мына мен сияқты жүйрік журналист шықпайды. Сенігі ет пен терінің арасында желік сияқты бірдеңе, майданда бір нәрселерді шатпақтаған болуың керек. Уазитов сол үшін сені көкке көтере мақтайды. Меніңше, сенде ешбір талант жоқ. Мен недерімді білмей қызарықтап күле бердім. Осы кезде қасымызға даяшы келіп, біз сұраған ас суды подноспен әкеп алдымызға қойды. Кеспенің біреуін, сыраның бірін ал, деді Шалғынбаев. Мен айтқан істедім. Содан соң ол кеспенің бірін өз алдына жақындатты да екінші тарелканы соның үстіне төңкере салды. Қара бұрышпен ұсақ тұзды мол етіп септі де асықпай араластырды. Доңған кеспенін жаным жақсы көреді, деді ол. Сондықтан мен бір жегенде оны екеуін осылай бір табаққа саламын да бірақ жеймін. Ал сыраңды көтер. Көбігі көпшіреген қырлы шыны саптаяғының құлағынан ұстадым. Шалғынбаев бүйірлі келген қырлы стақанға кеңірдектетей құйылған араққа, асқа телміреген иттей еміне қарап, жұтқыншағын сенең еткізіп бір жұтынып алды. Содан соң біреу алдына ала қашатындай шап беріп, қос қолдап ұстап, діріл қаққан стақанды жыбырлай жөнелген еріне тез тақап қылқылдата жұта бастады. Стақанды басына көтеріп болып, қабағын шытты да дереу сыраға қол созды. Одан қылқылдатып, екі жұтымды және ұрттап жіберді. Осыдан кейін ол терлеп тепшіп кеспеге бас қойды. Шалдуар қасықпен қопара көтеріп, қауып асап, асты да тежейді екен. Мен шектей шұбатылған ұзын кеспенің бір-екеуін сораптап жұтып үлгергенше, ол өз табағын қотарып та тастады. Шанышқы мен қасықты бос табаққа салып, үстелдің жиегіне қарай сырғытып жіберді де саптаяққа қалған сыраға қол созды. Қол созып жатып, әрірек үстелде отырған бірінің бас изеп амандасты. Әй, сен менімен кіммен амандасқанымды көріп қой, деді. Ол мені бүйірден нұқып. Таяуда әскерден босаған ақын жігіт өзі арақты өкіртіп шеді. Мен жолдасым нұсқаған жаққа бұрдым. Арақты өкіртіп шеді, қызыл шайлы келген еңгезердей жігіт екен. Болса болар, дедім ішімнен. Әй, сен мына сыраға қарашы, деді Шалдуар саптаяғын көтере ұстап. Осының түсі қандай? Қоңыр емес пе? Жоқ, таба алмадым. Жақсы жетін бір журналист мұны былай деп суреттеген. Тобылғы торы сыраны, тоқта шер күн қайда? Тостаған көз қызарды, тоқсы ұқшар күн қайда? Тобылғы торы сыра дегені жақсы теңеу емес пе? Ғажап тауып айтқан, деп осылай Шалдуар қалған сыраны басына бірақ көтерді. Тобылғының түсін торы демеуші ме еді, дедім мен, сергім саптаяғын үстелге қойғаннан кейін. Қызыл тобылғы десе керек еді. Торы деген сөз тек жылқыға айтылған ба деймін. Егер арақтың дәмін аюдай ақырған ащы дей келіп, сыраны торы жылқыдай жуас десе бір сәрі емес пе? Жоқ, сен түк түсінбейсің. Тобылғының да түсі торы, деді ол маған бет бақтырмай. Жә, сен оны қой. Шалдуар білегімнен қысып ұстап алды. Енді мен осы тобылғы торы сыраны шемін бе? Өзіңіз біліңіз. Жоқ, сен оны қой. Мен сыра шемін бе? Ішіңіз. Көзі кілегеленіп, ол маған тесірейе қарады. Жаңағыдай тіркеме қылып, ішемін ғой, Өзі жайыңызға қараңыз. Жоқ, менің жайымды не қыласың? Енді бір тіркеме жүргіземін бе? Шалдуардың тағы да дәметіп отырғаны белгілі болды. Осы жолғы қаламақымды қосып, киім алып кисем бе деп едім есептеп. Ойым жүзеге аспауға айналды. Ішімнен қынжылсам да, мен оған ақшам азайып қалады деп айта алмадым. Амалсыз бас изедім. Шалғынбаев дереу даяшыны шақырып алды да қайтадан заказ берді. 150 тіркелмесі мен. Ол тез маған бұрылды. Сен жесің бе? Жоқ, дедім мен, безек болдым. Доңған кеспесін жейсің бе? Жоқ, әбден тойдым. Онда, деді Шалдуар даяшыға қарап, екі саусағын көрсетіп, 2 рет доңған кеспесін әкел. Менің бір апта жейтін тамағымды мынаның бір жола ішіп кеткелі отырғанына ішім ашыды. Ендігәрі шайханаға келмеспін деп өзіме өзім ант беріп отырмын.
Сол екі арада Шалдуар құлағынан күн көрінетін бір арық адамға орнынан тұрып кеудесін басып бас изеді. Беске шақырғал әншінің сахнаның екінші шетіне нотасын реттеп жайбарақат отырған пианисті орнынан тұрғызып, өзімен қоса көпке бас идіретіні сияқты Шалдуар тұқырайып, кеспе жеп жатқан мені иығымнан жұлқылап, шайнаңдатып орнымнан тұрғызды. Ағаңа сәлем бер. Мен аузымдағыны әрең жұтып, жаңағы Шалғынбаевша оң қолыммен кеудемді басып, жұқа құлақ кісіге қарап бас идім. Ол менің сәлемімді керек етпеді-ау деймін, ары бұрылып кетті. Бұл кісі кім еді дедім Шалдуарға, ілесе мен де орныма отыра беріп. Білмейсің бе? Жоқ, мәссаған, бұл атақты ақын ғой. Шалғынбаев оның қай ақын екенін айтпастан бірден мінездеме бере жөнелді. Жасында мықтап ішкен кісі. Кәрі тарлан сыр берместен әлі сол шабысымен сілтеп келеді. Айтпақшы, сен білесің бе? Тамаққа ұмтыла берген мені ол тағы да бүйірімнен түйіп қалды. Мен қасығымды қайта орнына қойып Шалғынбаевқа қарадым. Жазушылар одағы осы Көкбазардың іргесінде ғой. Түсте олар осы шайханадан келіп тамақ жеді. Екеуміз сәл кешігіп келдік, әйтпесе мен саған олардың небір жайсаңын көрсететін едім. Сен маған жазушылар ас жейтін жерге әкелгенім үшін және анандай екі ақығымды көрсеткенім үшін рахмет айт. Мен сені ана кәрі тарланың өзімен қол ұстастырып таныстырайын ба? Бірақ оған ана не деп Шалдуар оң қолының сұқ саусағын мен бармағын бір-біріне шапшаңдатып үйке-үйке жіберді. Ана не етіп тағы да ақша шығаруың керек. Мен күліп басымды шайқадым. Шәке, рахмет. Мен өзге емес, осы сіздің өзіңізбен танысқаныма бақыттымын. Осы кезде 150 грамм араққа, бір саптаяқ сыра, 2 тарелка доңған кеспесі тіркеп даяшы жетті. Шалдуар алғашқысында кеспенің бір табаққа қотара алды да, босаған ыдысты сырға тасалды. Содан соң араққа қолын созып маған: сен барып даяшыға ақшасын төлеп кел деп бұйырды. Мен даяшымен есептесіп қайтып оралсам, қырлы стакан босап, табақ тақырландырып қалған екен. Шалғынбаев терлеп тепшіп қызара бөртіп кетіпті. Табақ түбінде қалған асты сыпырып бірақ асады да, сен жақсысың, деді ол маған бұрылып. Содан соң қабырғамнан тағы да бір қойып кеп қалды. Рас айтам, сен жақсысың деймін. Мақтағаныңызға рахмет, Шәке, дедім мен ыржия күліп, бүйірімді сипап. Шалдуардың өзімді мақтап тұрғанның әсерінен бе білмеймін, бұл жолы бүйірім бұрынғыдан аз ауырған сияқтанды. Осы арада бәлей, жаңа ақшам көп кетті деп, бұған бекер ренжіген екенмін деп те ойладым. Егер емеурін білдірсе, сол сәтте мен оған енді бір тіркеме алып беруге пейілді едім. Бірақ Шалдуар өз шамасын біледі-ау деймін, бірден орнынан тұрды. Кеттік. Есік алдына шыққан соң Шалғынбаев екі сөзге келген жоқ, маған қолын сілтеді де, ал сен кете бер, енді керегің жоқ, деді. Содан соң көңілдене аяңдап өз жөнімен кетті. Осыдан кейін бір күні жауапты секретарға жолықтым. Халың қалай, деді ол. Жақсы. Қаламақы алып жүрсің бе? Алып жүрмін, бірақ сіз маған көп қойып жүрген жоқсыз ба? Неге олай деп ойлайсың? Шалдуар мен қаламақы алған сайын саған көп қойыпты деп басын шайқайды. Содан соң мұны мөлшерлі қалыпқа келтірейік, жүр шайханаға, дейді. Жауапты секретарь қалың қасы түксиіп төмен қарады да үстелдің тартпасын ашты. Одан бір папка суырып, мені қасына шақырды. Мынау қаламақы шкаласы, деді ол папкасын бетін ашып. Мұнда қандай мақалға қанша сом қойылатыны көрсетілген. Міне, мынау сен жазған хабарлық қойылатын баға. Осыған қарап, өткен жартыда жазған мақалаңның саны мен оған қойылған қаламақы мөлшерін есептеп көрші. Мен ернім жыбырлап, іштен есептеуге кірістім. Дұрыс па екен? Дұрыс сияқты. Ендеше Шалдуар шатаспасын. Бұл қаламақы дегеннің өзі қып-қызыл саясат. Мен сені қанша жақсы көргеніммен тиісті мөлшерден артық ақша қоя алмаймын. Өйткені ол менің өз ақшам емес қой. Түсінікті ме, Ербол? Мен басымды изедім. Бәсе, арқамнан ауыр жүк түскендей болды ғой, дедім, шын қуанып. Күн сайын жүгіріп жұмысқа барып, ай сайын ақша тауып жүрсем де, мен бұл 2 ай бойы өзімді қараңғы қапаста қалғандай сезіндім. Жатақханаға келсем де, жұмысқа барсам да, бір нәрсемді, аса бір қымбат затымды жоғалтқандай боп, іштей алаңдаумен, елегізумен болдым. Кейде жеген тамақ, жұтқан суымды да ұнатпай қалатын сәттерім кездесті. Осының бәрі маңында Меңтайдың жоқтығына, деді.